Сәлематсыздар ма? Бүгін біз почта ашып көреміз. Біздің мына Эренхилс компаниясы болу үшін бізде почта болу керек. Почта бәрімізде бар, бірақ пароль ұмытып қалғанбыз. Сондықтан бізге рабочий жұмыс почта керек. Міне мен Chrome'ды аштым. Өздеріңізге ыңғайлы басқа браузер алуларыңызға болады. Міне Chrome'ды ашқаннан кейін мына жерге бізге Gmail почта ашам. Мен Gmail почта деп жазамыз. Mail.ru почта ашам десеңіздер, Mail.ru почта деп жазасыздар. Gmail'ды жаздым. Мына бірінші бетте ең бірінші тұрған электронный почта Gmail деген бар ғой. Надежно конфиденциально. Соны басамыз. Сосын мына жерде бар. Зарегистрироваться Gmail для бизнеса. Біз для бизнеса керек емес. Зарегистрироваться Gmail дегенді басамыз. Мына жерде телефон адрестер тұр, ол біз дейтін почтамызды білмегендіктен оған жазбаймыз, біз создать аккаунт дейміз. Создать аккаунт дейміз, себебі біз пароль білмейміз ғой. Для себя деген шығады. Для управления бизнеса керек жоқ, для себя. Осы жерге атымызды жазамыз. Өзіңіздің атыңызды, фамилияңызды, жылыңызды сіздер дұрыс жазуларыңыз керек. Телефондарыңызды да дұрыс жазу керек. Себебі біз тағы да пароль ұмытып қалып жатсақ, телефон арқылы біз қайтадан восстановить етіп алуымызға болады. Міне фамилиямызды жазу міндетті емес, атымызды жаздық, туған жылымыз, күнімізді тағы айтам, толықтай дұрыс жазамыз. Өтірік жазбаймыз. Одан кейін міне пол дейді, астында шығады, бассаңыз өзі шығады. Келесісін басамыз. Енді бізге Google өзі почтаны берді. Екі түрлі почта берді. Болмаса өзің создавать етуіңе болады. Мен мынаған тағы да айтам, фейк аккаунт. Сондықтан мен мына жерден маған берген нені таңдаймын. Мына О 634-502-ні таңдадым. Мына жерге пароль жазамыз. Парольді қиындау етіп, бірақ та ұмытпайтын етіп жазыңыздар. Бір жерге жазып қойыңыздар. Мына жерге мен парольді жазам. Пароль жазған кезде ұмытпайтын етіп жазыңыздар, бірақ та сәл қиындау болу керек. Әртүрлі цифра, үлкен әріп, кішкентай әріптерді қосып жазасыздар. Бір оңай етіп, туған күндеріңізді тағы бір нәрсені жазып қойған парольді басқалар бұзып алуына оңай болады. Мына жерде мен жай ғана 9-дан 1-ге шейін жаса салдым, және мына осылай етіп показать десеңіздер, өстіп сіздер жасаған парольдеріңізді жазып аласыздар. Телефон нөмірлеріңізді өздеріңіздің рабочий телефон жазасыздар. Себебі телефон сіздерге керек болады әрдайым. Почтаңызды ұмытып қалсаңыз да, сіз пароліңізді ұмытып қалсаңыз да, осы почтаға SMS келу арқылы сіз қайтып восстановить етіп алуыңызға болады. Міне біздің почтамыз создавать етілді. Далее деген кезде мына жерге принимаюды басамыз. Принимаюды басқаннан кейін біз өзіміздің почтамызға кіреміз. Тағы да айтам, менде бірнеше аккаунт, соның ішінде міне соңғысы тұр. Соңғысы жаңағы ашқан аккаунтымыз. Почтаны аштық. Енді сіздерге менің түсірген видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.